15 ғасырларда үлкен мемлекет болған ноғайлы елі бүгінде жоқ деп айтуға болады. Сол кездердегі жер көлемі Еуропадағы Франция, Италиядан үлкен ноғайлар елі қалай жер бетінен жоғалып, басқа халықтардың құрамына қосылды, басқа мемлекеттердің құрамында қалып қойды. Бірден айтайық, бұл халықтың қазақтардан айырмасы жоқ деуге болады. Себебі ғасырлар бойы біздің қазақ халқы ноғайлармен бірге өмір сүрді. Жайлау мен қыстауды бірге пайдаланып, 18 ғасырға дейін, яғни Екатерина II патшайым кезіне дейін өте жақын байланыста болды. Ал енді бұл халық қалай пайда болды, немесе қайдан келді? Ноғай деген сөз өзінің бастауын алтын ортаның атақты қолбасшысы Ноғай батырдың есімімен байланысты. Бұл халықты кейде маңғыт жұрты деп те айтады. Сонымен Бату хан орыстар жерін жаулап алған кезде жанында болған 5 ханның тұсында қолбасшы болып халықаралық дәрежеде аты Еуропаға әйгілі болған Ноғай қолбасшының артынан ерген ұлысы кейіннен Ноғайлы ұлысы деп аталып кетті. Бұл ұлыс уақыт өте келе маңғыт тайпаларының бірлесуінен Едіге бидің тұсында бір мемлекетке бірікті. Едіге бидің қандай қуатты билеуші болғаны тарихтан белгілі. Уақыт өте келе бір кездердегі үлкен империя болған Алтын Орда ыдырай бастады. Ал жергілікті хандар өзінің сарайға бағынышты екендерін тек сөз жүзінде ғана мойындады, бірақ елдегі билік Едіге бидің қолында болды. Едіге Шыңғыс ханның ұрпағы емес еді, сондықтан тақты иелене алмады. Ол да Әмір Темір сияқты Шыңғыс тұқымын таққа отырғызып, ал елді өзі биледі. Едігенің ұрпақтары тұсында Ноғайлы енді өз алдына мемлекетке айналды. Олар Еділден бастап Сібір ормандарына дейін, солтүстігінде Қазан, ал оңтүстікте Кавказ тауларына дейін, шығыста қазақтармен шекараласып жатты. Алайда Қасым ханның батыс жорығына дейін ноғайлар Ырғыз өзеніне дейінгі аумақты өз бақылауында ұстады. Тек Қасым хан тұсынан бастап ноғайлардың бір бөлігі қазақтарға бағынып, ал қалған бөлігі жайықтан әрі батысқа қарай өтіп кетті. Осы тұстарда ноғайлылардың өз арасында билердің өзара таласы қазақтар үшін қолайлы жағдай туғызды. Мысалы, Қасым хан ноғайларды өзіне тарту үшін олардың билерімен құдандалық байланыс орнатып, бір қызын Ноғай биі Шейх Мамайға береді. Кейін Қасым хан 1521 жылдары сарайшықта дүниеден өткен кезде хандықтың мұрагерлері елдегі бірлікті сақтай алмады. Мұны ноғайлар пайдаланып, бір кездері уысынан шығып кеткен Ырғыз даласына дейінгі жерді қайтадан басып алуға ұмтылды. Ал сарайдағы таластан қашып шыққан Қасым ханның баласы Хақназар осы ноғайлы еліне тұрмысқа шыққан әпкесінің қасына келеді. Яғни Хақназар ханзада Шейх Мамайдың ордасында тәрбиеленеді. Қазақтардың арасындағы бірліктің болмауы бір уақыттардағы бірнеше ханның билік етуі ноғайлар үшін тиімді болды. Осы соғыстарда Қасым ханның қара шаңырақ иесі кенже баласы Қожа Ахмет хан ноғайлармен соғыста Орақ батырдың қолынан өледі. Ал Тоғым хан шығысқа қарай шегінуге мәжбүр болады. Тахир хан болса Жетісу жеріне қарай кетеді. Бір сөзбен айтқанда ноғайлар батыс аймақты қайтадан өзінің қол астына алды. Тек Хақназардың билікке келуімен ғана бұл жерлер қайтадан қазақтардың қолына көшті. Сонымен 16 ғасырларға қарай ноғайлар ордасы қатты құлдырай бастайды. Оған тағы бір себеп шығыстан көшіп келген ойраттардың бір бөлігі, яғни торғауыт қалмақтар Еділ мен Жайықтың арасындағы ноғайлар мен башқұрттарды өз ата мекенінен қуып шығып, Мәскеу князьдігінің қызметіне кіреді. Бұл оқиғадан кейін ноғайлар үлкен және кіші ноғайлыға бөлініп, ноғайлардың Жайық бойындағы халқы Қазақ ордасының құрамына кіріп, Есім ханның билігін мойындайды. Алайда қалмақтардың үнемі шапқыншылығы ноғайлардың одан әрі батысқа қарай және Кавказ жеріне көшуге мәжбүрлейді. Олардың бір бөлігі Қырым мен одан әрі Қара теңізді бойлап Осман империясына қоныс аударса, бір бөлігі солтүстік Кавказ жеріне қоныстанады. Осылайша бір кездері Шоқан Уәлихановтың өзі екі туысқан орда деп атаған қазақтар мен ноғайлардың арасында Мәскеуге бағынышты қалмақтардың ордасы пайда болады. Екінші Екатерина заманында ноғайлардың жағдай одан әрі қиындап кетті. Орыстар бағындырған жерлеріне арнайы әкімшілік аумақтар белгілеп, олардың тәуелсіздік алуына жол бермеді. Осыдан кейін ноғайлар орыс билігіне қарсы бірнеше рет бас көтергенімен, орыс отрядтары бұл көтерілістерді басып тастап отырды. Бір кездері өз алдына алып мемлекет құрған ноғайлар осылайша дүниенің әр қиырына шашырап, бүгінде бірнеше мемлекеттің құрамында өмір сүріп жатыр. Қазақтар арасында тіпті Ноғай қазақ деген ру бар. Бұл бір кездері орыстың жазалау отрядынан даламызға қашып келіп Нұралы ханнан пана сұраған ноғайлар болатын.
Бұл кезінде қазақ пен ноғайлының бауырлас халықтар болғанын көрсетеді.